Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым. Бүгін сіздерге аяқты жоғары көтеріп жатудың пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жаттығуды қалай жасау керек? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріңіз, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяғыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартыңыз. Бүйірге аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимеген абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қан айналымын жақсарту, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Бірінші, аяқ сынуын төмендету. Аяқ сынуын көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан да пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек және де артық салмақ салдарынан да болуы мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап, кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуын да қосқан абзал. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяғы ауыруы мүмкін. Олар осы жаттығуды жасап көрсе болады. 20 минут жасаған жаттығу аяқты жеңілдетіп, ауырғанын басады. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяғыңыз басыңыздан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазаныңыздың жұмысына да әсерін тигізеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, асқазан қорытуын жақсартады. Іш қату сияқты мәселенің де оң шешімін табады. Ішкі ағзаңыз тазалағандықтан жүзіңіз де құлпыра түседі. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа келтіреді. Дененің осылай тұруы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Бұның нәтижесі бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлайды. Іш, мойын, бұлшық еттеріне түсетін күшті басады. Бесінші, жан тыныштығы. Жаттығу миды оттегімен барынша толықтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жан тыныштық пен үйлесімдікте орнайды. Бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.